Екінші бөлім киім, сән, талғам. Тыңдалым мәтіннің тақырыбы қазақтың ұлттық киімі әдемі әрі мағыналы. Қазақтың ұлттық киімдері халқымыздың тұрмыс тіршілігін, мәдениетін, дәстүрін және табиғатпен тығыз байланысын бейнелейді. Оны тек сәндік үшін кимеген. Қазақтың ұлттық киімдері көшпелі өмір салтына сай жасалған. Мысалы, шапан мен тон денені жел мен суықтан қорғайды. Ондағы ою-өрнектердің мағынасы терең. Қошқар мүйіз байлық пен молшылықты, ал құс қанаты еркіндікті білдіреді. Ерлер мен әйелдер киімдерінің өзіндік ерекшеліктері бар. Шапан, тон, мәсі сияқты ерлердің киімі көбінесе қарапайым әрі ыңғайлы болған. Ал әйелдер әсемдікке назар аударатындықтан киімдері кестемен, түрлі моншақтармен безендірілген. Соның ішінде бас киімге ерекше мән берілген. Сол арқылы адамның жасын, мәртебесін байқауға болады. Мысалы, бөрікті бозбалалар мен бойжеткендер кисе, кимешекті тұрмыстағы жасы үлкен, өмірлік тәжірибесі мол әйел адамдар киген. Сонымен қатар қазақ халқы киімнің түсіне де назар аударған. Ақ түс тазалықты, көк түс аспан мен еркіндікті білдірген. Қазақтың ұлттық киімі тек тұрмыстық қажеттілік емес, сонымен бірге халықтың рухани болмысы мен мәдени байлығының көрінісі. Тапсырма: мәтіндегі тірек сөздерді айтыңыз. Қазақтың ұлттық киімдерінің қандай ерекшелігі бар? Ерлер мен әйелдердің ұлттық киімдері қандай болған?